30 жыл бұрын құрылған қос палатаның өміршеңдігі алдағы уақытта тоқтауы мүмкін. Себебі Қасым-Жомарт Тоқаев бір палаталы парламент құруды ұсынды, және оны талқылау үшін 1 жыл уақыт керек дейді. Парламенттік реформа туралы айту оңай емес. Соған қарамастан, мен дәл бүгін елімізде көп ұзамай бір палаталы парламент құру туралы бастама көтергім келеді. Бұл бастама тек саяси реформа ретінде ғана емес, парламент шығынын қысқарту ретінде де қаралып жатыр. Себебі өткен жылғы көрсеткіш бойынша бір депутатқа жұмсалатын қаражат шамамен 195 миллион теңге екен. Жалпы қос палатаны ұстап тұру құны былтыр 29 миллиард теңгенің шамасында болыпты. Ал 50 сенаты орын босатса 10 миллиардын үнемдеуге болады екен. Если упразднят Сенат, то за сэкономленные деньги могут поднять зарплаты мажилисменам или тем, кто будет в этой Я не могу палате? насчет этого говорить. Почему? Потому что... Все-таки у вас нагрузка выше была, чем у Сената. Я за это не могу говорить. Лично я выполняю свою роль. И лично я считаю, что моя зарплата как минимум должна быть, я не знаю, 20 миллионов.